Осыдан 3 жыл бұрын 2018 жылы 19 маусымда Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи шешімімен еліміздің әкімшілік территориялық құрылымы өзгерді. Жаңадан Түркістан облысы құрылып, талай тарихи кезеңнің куәсі аты әлемге белгілі Түркістан шаһары оның орталығына айналды. Қазіргі таңда түркі халықтарының стилінде салынды архитектуралық дизайны. Бұл басында өздеріңізге белгілі Түркістан қаласы 2018 жылы құрылды, бас жоспар бекітілді, және де ол бүкіл архитектуралық мәселе бойынша конкурс жарияланды. Ол жерде шетелден көптеген архитекторлар өз жобаларын ұсынды. Және де ол өздеріңізге белгілі Асқар Ұзақбайұлының тікелей бақылауында мемлекет басшысының, Қазақстан тұңғыш президентінің, елбасының барлығына көрсетіліп, ортақ шешім қабылданып, жалпы көптеген мамандар тартылып, шетелден тартылған мамандар да бар архитектура дизайнына байланысты. Бүгінгі таңда Керуен сарай кешенінің құрылысшылары құрылыс монтаждау жұмыстарымен және іргетас құюмен айналысуда. Осында 2018 жылы әлеуметтік экономикалық даму бойынша жоспар бекітілді, және де оған қазіргі таңда өзгерістер енгізілді. 2025 жылға дейін основной құрылыстар біту керек, және де жалпы жоспары 2050 жылға дейін Түркістан қаласын толық рухани астана ретінде қалыптастыру. Қазіргі таңда осы 500 миллиардқа жақын қаржы жұмсалып отыр, 3,5 жылдың көлемінде. Инвесторлар есебінен, өзіңізге айттым, елбасы тапсырма беріп, көптеген нысандар сыйға тартылды, 25 нысан. Ол жерде де 400 миллиардқа жақын инвестиция құйылды. Түркістан облысында жыл басынан бері барлық негізгі салаларда оң өсім орын алды. Мәселен, 2021 жылға негізгі капиталға салынған инвестициялардың нысаналы индикаторы 800 миллиард теңгеге бекітілген.